Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің зертханалық сабағымыздың тақырыбы гетероциклді қосылыстар, табиғи өнімдердің құрамындағы гетероциклдерді идентификациялау, кофеин, никотин және тағы басқалары. Гетероциклді қосылыстар дегеніміз көміртек атомдарынан басқа да гетероатомдары бар құрамында гетероатомдары бар қосылыстарды гетероциклді қосылыстар деп атаймыз. Бүгін біз осы гетероциклді қосылыстарға қысқаша сипаттама ретінде бастаймыз. 5 және 6 мүшелі гетероциклді қосылыстар, соның ішінде біз олардың классификациясын, номенклатурасын сол жөнінде айтасыздар. Қазір қайсымыз бастаймыз? Жалпы бізде гетероциклді қосылыстардың классификациясы. Жалпы біз оларды жіктегенде 3, 4, 5, 6 деп жіктейтін боламыз. Және де осы қосылыстардың ішінде ең маңыздысы ол бізде 5-ші және 6-шы гетероциклді қосылыстар бізде ең маңызды өкілдері болып табылады. Жалпы осы гетероциклді 5-ші және 6-шы қосылыстардың өзін біз бөліп қарастыратын боламыз. Және де оларды белгілі бір реттілікпен жіктейтін боламыз. Мысалға айта кететін болсақ, олардың гетероатомдарының санына байланысты және де гетероатомдарының бензосақинасымен конденсациялануы немесе бір немесе екі гетероциклдердің бір-бірімен конденсациялану нәтижесінде бізде осылай жіктейтін боламыз. Бірінші бұл бізде бір гетероатомы бар. Бір гетероатом бар, 5 мүшелі гетероциклді қосылыстар болып табылады. Бұны мысалға айта кететін болсақ, екінші жіктелуінде бізде 2 гетероатомы бар, 5 мүшелі гетероциклді қосылыстар болады. Бұл бізде оксазол болып табылады. Одан кейін үшінші жіктелуі бізде 5 мүшелі гетероциклді қосылыспен бензол сақинасының конденсациялану нәтижесінен түзілетін бізде қосылыс. Бұл бізде атауы индол деп аталады. Төртінші жіктелуінде бізде 5 мүшелі гетероциклдер секілді бір гетероатомы бар 6 мүшелі қосылыс. Екіншісі бізде 2 гетероатомы бар 6 мүшелі гетероциклді қосылыстар. Одан кейін алтыншысы. Бізде 6-шы жіктелуі ол бізде 6 мүшелі гетероциклді қосылыстың бензол сақинасымен конденсациялану нәтижесіне түзілетін қосылыс. Бұның аты бізде хинолин деп аталады. Келесі бізде соңғы жіктелуі. Соңғы жіктелуінде бізде 2 гетероциклді қосылыстардың конденсациялану нәтижесіне түзілетін бізде гетероциклді жүйе. Жерде сосын бізде бұл соңғы 7-ші жіктелудегі атау пурин деп аталады. Жалпы бізде осы гетероциклді қосылыстардың номенклатурасын негізінен біз осы рационалды, халықаралық және де тарихи атау бойынша атайтын боламыз. Негізінен осы гетероциклді қосылыстардың номенклатурасы ароматты қосылыстардың номенклатурасына ұқсас болып келеді. Яғни бұл жағдайда гетероциклді бізге белгілі қосылыстар, мысалға фуран, теофен, пирол, пиридин деген секілді қосылыстар негізге алынады. Ал оның орын басушыларының орны бізде белгілі бір сандармен және де грек алфавиттермен белгіленетін болады.
көрсем. Яғни біз гетероциклді қосылыстардың негізінен атомдарын осы гетероатомдардың басталған жерінен бастап нөмірлейтін боламыз. Яғни осы жерде біз бесіншілік жаңағы гетероцикліміз, 5 мүшелі гетероцикліміз берілген, яғни гетероатом бойынша белгілеп нөмірлеп шықтық. Бұл жердегі 5-ші және де 2-ші нөмірдегі көміртек атомдары негізінен бізде осы альфа грек жаңағы алфавитімен белгіленетін болады. Ал одан бөлек 3-ші және де 4-ші көміртек атомдары бізде бета грек алфавитімен белгіленеді. Ана саш деген не? Ой, жалпы бізде осы гетероциклді қосылыстардың аталуы негізінде осы гетероатомдарына байланысты, мысалға аксо деген секілді аталынатын болады, және де олардың жаңағы циклдік мөлшеріне байланысты, одан бөлек қанығу дәрежесіне байланысты, мысалға азоты бар қаныққан қосылыстар үшін еден, және де азоты жоқ қаныққан қосылыстар үшін ан, және де азоты бар қанықпан. Ол үшін иін жалғауы жалғанып, бұл жерде суффикстермен жалғаулар бір-біріне түбір астына салынып, толыққанды атауы аталатын болады. Бізде жалпы гетероциклді қосылыстардың қасиеттері, оның құрамындағы гетероатомдардың қасиеттері және де циклінің құрамындағы байланыстарына тікелей байланысты. Егер бізде гетероциклді қосылыстардың циклінде қос байланыстар болмаса, онда ол кәдімгі ашық қаныққан көмірсутектердің қасиетіне ұқсас болып келеді. Мысалы, бізде диэтил амин мен пиперидин екеуінің қасиеттері бір-біріне ұқсастау болып келеді. Егер жаңағы гетероциклді қосылыстың циклінің құрамында қосарланған қос байланысы бар болса, онда ол кәдімгі ароматты қосылыстардың қасиетіне ұқсас болып келеді. Сәйкесінше, құрамында қосарланған қос байланысы бар гетероциклді қосылыстарды біз ароматты гетероциклді қосылыстар деп атаймыз. Гетероциклді қосылыстардың құрамындағы байланыстың қосарланғанын рентгенографиялық зерттеулер арқылы анықтауға болады. Мысалы, бізде фуран, пирол деген сияқты қосылыстардың құрамындағы көміртек арасындағы байланыстың ұзындығы дәл соған сәйкес келетін, бірақ қаныққан көмірсутектердің арасындағы көміртек байланысынан қарағанда әлдеқайда қысқа екенін байқаймыз. Яғни бізде жаңағы байланыстар қосарланған сайын оның несі бізде жазық болып келеді. Яғни бізде осы гетероциклді қосылыстардың ароматты болуы үшін, яғни құрамында қос байланысы болса, ол бізде ароматты гетероциклді болады деп айттық қой. Яғни бірақ оған бізде Хюккель ережесі сәйкес келуі керек. Яғни жаңағы құрамында 6p электроны бар 5 және 6 мүшелі гетероциклді қосылыстар оған өте жақсы сәйкес келеді. Және де бізде мысалы 5 атомды гетероциклді қосылыстың құрамында 2 қос байланысы болады да, сәйкесінше 4p электрон және де гетероатомның 1 электроны болады. Одан бөлек бізде 6 мүшелі гетероциклді қосылыста яғни қос байланыстан 3 болады да, яғни 6p электрон болады. Яғни осылар бізде Хюккель ережесіне сәйкес келеді. Бізде кейбір гетероқосылыстардың молекулалары ароматты қосылыстарға қарағанда пи электронның біркелкі таралмағандығы байқалады. Мысалға алатын болсақ, 5 мүшелі гетероатомдарда фуран, пироль секілді атомдардың өкілдерінде бізде гетероатомдар пи электрондардың тығыздығын сақинаға қарай ығыстыратын болады. Сондықтан бізде альфа жағдайда минус заряд көрсетеді. Және электрофильді орын басу реакцияларына түсетін болады. Ал 6 мүшелі гетероатомды қосылыстарда бізде гетероатом пи электрон тығыздығын өзіне қарай тартып, альфа және гамма жағдайларда плюс зарядын көрсетіп, нуклеофильді орын басу реакцияларына бейім болып келеді. Және гетероатомы бар қосылыстар бізде ароматты қосылыстарға қарағанда нуклеофильді реакцияларға өте тез түседі. Және гетероатомдар бізде біріншілік орын басушылар ретінде рөлін атқарады. Бізде берілген тапсырмада осы гетероциклді қосылыстарды нөмірлеп және олардың атауын жаз деген. Бізде нөмірлеу үшін бірінші біз оттектен бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Белгілеп болғаннан кейін біз осы фуран қосылысын бізде белгіленген сандарда, яғни көміртектерде метил радикалдар жалғанған. Сол себепте бізде 2-де және 4-те метил радикал болғаннан кейін
бізде ол 2,4 диметил фуран деп аталады бұл қосылыстың атауы. Келесі қосылысты нөмірлейтін боламыз. Бізде күкірттен бастаймыз нөмірлеуді. Иә, гетер атомнан бастаймыз. Бізде бұл 1, 2, 3, 4, 5. Бізде жаңағыдай диметил радикал 2-де және 3-те орналасқаннан кейін бұл қосылыстың атауы бізде тиофен деп аталады, яғни құрамында көміртек атом болғаннан кейін бізде 2-де және 3-те метил радикал болды. Бұл бізде 2 және 3 диметил тиофен деп аталады. Келесі қосылысқа тоқтала кететін болсақ, бізде жаңағыдай дәл осындай гетероциклді қосылыс, яғни бізде burada NH-тан бастап белгілейтін боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бізде бұл жерде 3-те және 4-те радикалдар жалғанған. 3-те этил радикал, 4-те метил радикал. Соған байланысты біз бұл қосылысты белгілеу үшін, бұл қосылыстың жалпы атау пирол деп аталады. 3 этил, 4 метил пирол. Бізде бірінші қосылыстың атауы бета-бета штрих диметил тиофен. Яғни мұн жерде біз нөмірлеген кезде 1, 2, 3, 4, 5 дейміз. Сол кезде бізде 3 пен 4 болатын болса, онда бета штрих жағдайында болады. Ал екіншісіне бізде 3-те 4 диметил жазайын ба? Бета, соны жазайын ба? Не, жаза бер. Ой. Сол жерге бета штрих болады. Альфа қай жер болады? Мына жер болады. Мына жерге де белгілейін ба? Нөмірлегенде белгі қойған кезде мына жерге қойылмайды. Мына жерге қойылады. Түсіндің ба? Мынау альфа штрих дұрыс. Мына жерге қоймайсыз. Мына жерге қоясыздар. Дұрыс. Штрих, иә. Сонда бета штрих диметил аты тиофен. Енді келесі. Екіншісінде бізде альфа штрих және диметил. Жазыңыз. Альфа. Жаз. Альфа және альфа штрих. Енді диметил фуран. альфа штрих диметил фуран. Дұрыс. Отыра ғой. Келесі. Біріншісі бізде альфа этил пирол. Альфа этил пирол. Пирол, иә. Бірінші 5 мүшені жаз. Пиролды жаз. Содан кейін барып этилді қоясың. Келесі бізде Бұл жерде аты қандай болды? альфа мынау этил пирол. пирол, Ал нөмірлеген кезде бірінші гетероатомнан басталып 2 этил 2, 3, 4, 5. пирол деп аталады. Келесісін жаза ғой. Келесі бізде ойбай N этил пирол. Этил пирол. Мынаны былай жазбаймыз. Мына жерде Көміртекке. байланыс көміртекпен көміртекте тұрады. Мына жерде сағашыш. Иә. Нөмірлеген кезде гетероатомнан бастаймыз. 3, 4, 5. Бұл бізде N этил пирол, келесінде N метил пирол болады.
метил қоямыз, иә? Метил радикалын. мына жерде этилпирол, мына жерде наоборот болу керек ғой. Мына жерде бар ғой, Иә, метил радикалын дұрыстап қой. Байланыспен байланыс дұрыстап жаз. Мына жерде этил болады негізі. Иә, С2, H5 деп жазасың. мына жерде метил болады. Жоқ, С3-ті енді дұрыстап жаз. Мына азот пен мына көміртекте байланыс соған түсу керек. Бірінші тәжірибеде біз күміс айна реакциясын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге Толленс реактиві, натрий гидроксиді және қыздыру үшін спирт шам керек болады. Ең алдымен Толленс реактивін біз пробиркаға құйып алатын боламыз. 2-3 мл. Натрий гидроксидін осы Толленс реактивіне қосатын боламыз. Келесі біз спирт шамда қыздыратын боламыз. Бізде реакция нәтижесінде күміс айна реакциясының толық жүрген байқай аламыз. Оны мына жерде түзілген кристалдардан көре аламыз. Келесі бізде анилин мен сірке қышқылын қосып, анилин мен сірке қышқылын бірдей мөлшерде алып аламыз. Енді түзілген ерітіндімізді алып, сүзгі қағаздың үстіне тамызамыз. Енді келесі сүзгі қағаздың үстіне фурфуролды тамызатын боламыз. Нәтижесінде бізде алқызыл түсті дақ пайда болды. Бүгінгі зертханалық жұмыста біз адам сілекей, яғни шырышы арқылы зертханалық жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші бізге керек адамның сілекейі, яғни шырышы, одан кейін бізге концентрлі және кәдімгі аммиактың ерітіндісі керек болады. Бастапқы біз пробиркаға жаңағы шырышты сілекейден 0,3 немесе 0,5 грамм шырыш салатын боламыз. Енді біз осыған концентрлі аммиак ерітіндісінің 0,5 мл құятын боламыз үстіне. Бұны біз ерітінді ішіндегі кеуіп кеткенге дейін қыздыратын боламыз. Біз осылай ерітіндіні қыздыру арқылы шірпіні аузына тақап, осы ерітіндің ішінде пирол бар екенін анықтайтын боламыз. Біздің байқалған құбылысымыз, яғни ерітінді түссізденді. Бізде реакция дұрыс жүрді. Келесі бізде фуксин күкірт қышқылымен реакциясы. Ең бірінші бізде фуксин күкірт қышқылының 1 мл алып аламыз. Одан кейін формалинді қосатын боламыз. Бірнеше тамшысын. Және де сәл күткеннен кейін күкірт қышқылының концентрлі ерітіндісін қосатын боламыз. Нәтижесінде бізде қою күлгін түзілді. Осымен біздің зертханалық сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма сіздерге осы есепті толық шығарып келесіздер, жарай ма? Қош, сау болыңыздар.